Спутниктің суық тереңдігінде біздің бозғылт көк планетамыздың үстінде қалқып жүр. Ол өзінің көру кешенін оның астында мыңдаған шақырым жерде орналасқан нүктеге орналастырады. Және от, қазына, қойма, кафеде отырған ер адамдардан шаршаған ер адам тегін Wi-Fi арқылы басқа жұмысқа өтініш жіберу үшін компьютеріне теріп жатыр. Жақын жерде бариста тапсырыстарды жазып жатыр. Ал кәсіпкер Макканың тыныш жұтымдары арасындағы қоңырауларға жауап береді. Жасөспірім қыз досына анда-санда күліп хат жазады. Қария бауырсағын басқа меценаттарға қарағанда қаттырақ шайнап жатыр. Ештеңе соншалықты ерекше емес сияқты. Жарылыс күркірегенше. Қуат деңгейі 25. Жұмыссыз құлағының жанында әлсіз сыбырды байқайды. Бұл оны қорқытады. Ол кофехананы қарау үшін бұрылады, бірақ оған кім сыбырлап жатқанын түсіне алмайды. Қандай оғаш. Ол пернетақтаға қайта оралып, теруді жалғастырады. Бірақ бір түрлі сезім оны басып алады. Бұл бірдеңе дұрыс емес деген кең таралған сезім. Оның көзқарасы кәсіпкерге қарайды, ал оның көзқарасы кәсіпкерге бұрылады. Ол бір нәрсені байқайды. Оның телефоны жоқ. Бірақ ол әлі де біреумен қатты сөйлесіп жатыр. Ол жерде жоқ адаммен. Барис тапсырыстарды жазып жатқанда жымиды. Бірақ дәптерінде ол қайта жазады. Жақындап келеді. Және ол неге жасөспірім қыздың құрбысы туралы хабарлама жіберетінін білмейді. Бұл ақылсыз болып көрінеді. Бірақ мені біреу бақылап тұрғандай сезінемін. Жұмыссыз адам мазасыздық сезімімен бекер күресуге тырысып жатқанда, қарттың шайнағанын ести береді. Қатты, тоқтаусыз сиыр шайнау. Бұл оның жүйкесіне қатты әсер ете бастайды. Кенеттен оның ойына ол адамды шынымен өлтіргісі келеді деген ой келеді. Ол енді ешқашан бұлай шайнамау үшін тамағын қысып, иегін сындырғысы келеді. Бұл бөтен ойдың кенеттен пайда болуы оны қорқытады және одан сайын нашарлай түседі. Қуат деңгейі 35. Жұмыссыз адам мұның мағынасы бар ма деп ойлай бастайды. Ол соңғы жұмысынан босатылды деп күдіктенді. Өйткені ол жерде оны ешкім ұнатпады. Ол шынымен де бұл жұмысқа орналасуға мүмкіндігі бар деп ойлады ма? Шындап, қандай ақымақ арман. Оны осындай ойлар басып, теруді қиындатып жіберді. Ол қолының дірілдеп тұрғанын байқайды. Оның артында бәрі бірдей қатты жатыр. Ол бұрыла алмайды. Қандай да бір деңгейде. Егер ол мұны істесе, қарт адамға қайтара алмайтын нәрсені айтатынын біледі. Барисаның көзіне шағылысқан өрнекпен алысқа қарап тұр. Кәсіпкер өзінің мочасына хрустал шар сияқты қарайды. Жасөспірім қыз жылай бастайды. Жұмыссыз адам сыртта бір түрлі нәрсе болып жатқанын байқаған кезде басын көтереді. Итін серуендеп жүрген орта жастағы әйел кенеттен жүрек талмасына ұшырағандай кеудесін ұстап алады. Ол еңкейіп, терең тыныс алады. Оның иті еш нәрсеге үрмейді. Оларды жан-жақтан қоршап тұрған, көзге көрінбейтін күшке ашуланады. Қуат деңгейі 50. Бірдеңе дұрыс емес. Жұмыссыздың басындағы дауыс енді сыбырға ұқсамайды. Бұл оның атына пайдасыз, түкке тұрғысыз, жалқау, жеркенішті сияқты қатыгез сөздердің ысқырығымен үруі. Әр сөзі басын бұрғы сияқты бұрғылайды. Бірақ дауыстардың өзінен әлдеқайда қорқынышты. Олардың айтқанының бәріне сенетіндігі. Ол олардың улы ырғағымен трансқа батып кетті. Күшейетін жалғыз нәрсе, шексіз тілек. Бариста тыныштықпен есептегішке оралады. Ол бір құмыра күйдіретін ыстық кофені алып, оны тікелей шығара бастайды. Ол оның аузында ысқырғанын сезеді. Бірақ оған бәрібір. Кәсіпкер қасында жоқ адаммен шиеленіскен айқай-шуды бастайды. Аузынан көбік шығып жатыр. Жұмыссыз адам енді бұл шайнауға шыдай алмайды. Ол қарт адамға бұрылып, оған ұрысуға дайын, бірақ сөйлеу үшін аузын ашқанда ештеңе шықпайды. Ол бауырсақтың жоғалып кеткенін көреді, бірақ қарт әлі шайнап жатыр. Ол оған жымиып, ерні мен тісінен қызыл сұйықтық ағып жатыр. Жұмыссыз үстелге қарап, қанға малынған майлықтың астында саусақсыз қолдың сұлбасын көреді. Қуат деңгейі 75. Кофехананың ішінде пандемония басталады. Қария есеңгіреп жатыр. Кәсіпкер жақын маңдағы қабырғаға соғылып жатыр. Оның саусақтары мен саусақтары кірпішті жарып жатыр. Бариста жасөспірім қызды басынан ұстап тұр. Ол қиналып айқайлап, шанышқысын аяғына тығып жатыр. Жұмыссыз, көшеде кенеттен болып жатқан зорлық, зомбылыққа терезеден қарап тұр. Мүлдем бейтаныс адамдар бір-біріне кісі өлтіру ниетімен шабуыл жасайды. Олар бір-бірін тістеп, пышақтап,
тырнап, жыртып, тұншықтырып жатыр. Бәрі осылай көрінеді. Күлкілі. Ол ноутбугын алып, кофехананың терезесіне лақтырып, әйнекті сындырып жатыр. Ол бәрібір бұл ақымақ жұмысқа орналасқысы келетін сияқты. Ол сынған терезеден өтіп, мерекеге қосылуға дайын сынған әйнектің үлкен, тістелген сынығын көтереді. Қуат деңгейі кетер мыңдаған адам өзгерді. Олар бір-біріне және өздеріне елестете алмайтын нәрселер жасайды. Үйлер мен көшелерде бейберекетсіздік бар. Бәрі қорқынышты, айтып, жеткізгісіз зорлық зомбылық толқынында құлап жатыр. Ештеңе бұрынғыдай болмайды. Бақытымызға орай, сіз жаңа ғана көрген сұмдықтар CP қоры жасаған модельдеудің бір бөлігі ғана болды, және олардың тізіміндегі әртүрлі ауытқулардың ең нашар сценарийлерін көрсетуге арналған. Бұл оқиғалар әлі болған жоқ. Бірақ, егер олар аномалды тыңшылық спутнигімен болған кішігірім апат болса да орын алуы мүмкін еді. SCP-923 деп аталады. SCP-923 спутнигі үлкен параболалық антеннадан тұрады. Белгісіз қорытпалардан жасалған, сондай ақ орасан зор энергия мен радиация өндіретін қуатты ішкі реактор. Мұның бәрі спутниктің жұмбақ, қалыптан тыс ұшыру механизмін қуаттандыру үшін 923 белгілі бір нысандарды таңдайтын сияқты. Содан кейін ол бірқатар энергияның артынан атылады. Сәуле түскен кезде нысанаға жақын адамдар да зардап шегеді. Зақымданудың ауырлығы қарқындылығына байланысты. Көптеген ауытқулар сияқты. Оның шығу тегі жұмбақпен жабылған. EKP-923 жасанды интеллекттің белгілі бір дәрежесіне ие және оның жай-күйі мен жұмысы туралы есептерді қордың қызметкерлеріне арналған құпия желі болып табылатын Zero 5 кеңесіне қауіпсіз ақпарат беру жүйесіне жібереді. Өзінің 923 деректеріне сәйкес, ол қордың ғылыми зерттеу және тәжірибелік конструкторлық жұмыстар аймағында салынған. Ол дәл осы жерде салынуы тиіс жоспарланған шабуыл спутнигінің сызбаларына сәйкес келді. Бірақ логистикалық мәселелерге байланысты жоба іс жүзінде тоқтатылды. 0.5 кеңесі CP мен 923 бұл фактіні ешқашан білмеуі өте маңызды деп санайды. Қазіргі уақытта екі жақты байланыс желілері орнатылғандықтан 923 олардың рұқсатынсыз нысанаға оқ атпай, 0.5 кеңестің бұйрығына бағынады. Егер ол техникалық тұрғыдан қордың құрылымы емес екенін анықтаса, ол бақылаудан шығып кету қаупі бар және кем дегенде төтенше жағдайды тудыруы мүмкін. Қауіпті салдары. SCP-923 алғаш рет қауіпсіз 0.5 ақпарат беру жүйесімен хат алмасуды бастағаннан кейін анықталды. Іс жүзінде мұндай бұйрықтар берілмегеніне қарамастан, кезекті сәтті жоюды аяқтағаны туралы хабарлама жариялау арқылы. Бұл процесс келесі бірнеше сағат ішінде жалғасты. Өйткені 923 спутник тоқтату туралы есептерді жіберді. Ол тоқтаған кезде барлығы 57 есеп шықты. Оның 55-і кейінірек нақты өлім ретінде расталды, ал қалған екеуі нәтижесіз деп танылды. Содан бері EKP-923 желідегі кез келген ақпаратқа қол жеткізе алмайтынына кепілдік беретін өзгерістер енгізілді. Бұл оған тікелей арналмаған. EKP-923 қуат деңгейіне байланысты өте тиімді қару. Ол жердің кез келген жеріндегі нысананы анықтау және оны өте қысқа уақыт ішінде ату үшін орбитасын толығымен өзгерте алады. Оған тек нысананың GPS координаттары, оның биіктігі, болжамды ату уақыты және таңдалған қарқындылық деңгейі қажет. Айтпақшы, бұл қор жүргізген сынақтардың ең қызықтысы. Әрине, олар әрбір қуат деңгейінің қандай атыс күшіне қабілетті екенін көргісі келді. Сондықтан тірі сынақтар үшін қызметкерлерден сұралды. Бірінші сынақ 10 қуат деңгейінде орындалды. Бірақ бұл 923 спутник 23-тен төмен қуатпен атуға қабілетсіз деген қате туралы хабарға әкелді. Осы жаңа ақпаратқа сәйкес, қор 25 қуат деңгейінде келесі сынақты жоспарлады. Бұл жолы әсерлер бірден әсер етті. Нысаналар, маңайдағылар белгілі бір дәрежеде параноидтық сандырақтарды сезіне бастады. Олар дауыстарды естігенін және басқалардың ол жерде жоқ адамдармен сөйлескенін көргенін хабарлады. Олар жақындап келе жатқан қияметтің жан түршігерлік қорқынышын сезінді. Сонымен қатар басқаларға зиян тигізуге деген ұмтылыстың артқанын хабарлады. Сұхбатта бәрінен бұрын олар өздерін бақылап отырғандай сезінетіндерін айтты. Бірақ олар нақты нені білдіретінін түсіндіруден бас тартты. Бұл жағдайдан қалпына келтіру уақыты 15-19 күн аралығында болды. Содан кейін 35 қуат деңгейінде сынақтан өтті. Жаңа күшті аутодеструктивті импульстарды қоспағанда,
барлығы 25 қуат деңгейіне ұқсас белгілерді бастан кешірді. Ауқым да қуат артқан сайын өсті. 10 метрден астам қашықтықта қауіпсізмін деп ойлаған зерттеушілер қатты дүрбелең шабуылында жерге құлады. Бұл жағдайда әсерлер әлдеқайда ұзағырақ болды және мұндай қуаттан қалпына келтіру 6-8 айға созылды. Бір қызығы, сынақ кезінде аудиовизуалды жабдықтың жұмысында елеулі ақаулар болды. Кейбір құрылғылар жылжытылды, басқалары әбден еденге мықтап еніп кетті. Бейнежазба пайдалану үшін тым зақымдалған, бірақ шығарылған дыбыста әдеттен тыс ештеңе жоқ. Алайда сынақтан аман қалғандардан жазылған дыбысты тыңдауды сұрағанда, олар сол кезде бастарындағы дауыстарды қайтадан еститіндерін айтты. Күні және қорқынышты алаңдаушылық сезімін бастан кешірді. Бұл затты атудың жарылыс әсері бар сияқты, яғни бұл жай ғана ақылсыздықтың лазер емес. Аудио және бейне жазбаның зақымдануы өте қызықты. Осы сәттен бастап бақылау қашықтан жүргізіледі және D класындағы субъектілерге өздеріне зиян келтірмеу үшін арнайы шаралар қолданылады. Бізге оларды тірідей зерттеу керек. Содан кейін қуат деңгейіне жеткізілді. 50 және сынақ тағы бір рет жүргізілді. Нәтижелер тағы да алдыңғыға ұқсас болды. Бірақ әлдеқайда көп қарқындылығымен және оның құрбандарына айқын физикалық әсерімен. D класындағы қызметкерлердің бір-бірімен толық байланысы бар. Әлі күнге дейін кесілген және жыртылған терісі көрініп тұрды. Ал аудиовизуалды жазу жабдығы бұрынғыдан да нашарлады. Мұндай күштің құрбандары әлі қалпына келген жоқ және қор зерттеушілері олардың ешқашан жақсаратынына сенімді емес. Бірақ оның әсері бар адамдарға ғана емес, одан да көп болды. Бұл аймақтың өзі ұзақ уақыт бойы әсер еткен сияқты. D сыныбының қызметкерлерін алуға жіберілген зерттеушілер эксперименті жүргізу саласындағы ең үлкен қолайсыздықты хабарлады. Олар бірдеңе дұрыс емес деп мәлімдеді, бірақ олар толығырақ түсіндіре алмады. Соған қарамастан сынақтардың күші арта берді. Содан кейін деңгей 75-ке дейін көтерілді. Содан кейін бәрі дұрыс болмады. Спутниктің нысанасы комаға түсті. Ал 16 метр қашықтықтағы D сыныбының қызметкерлері бұғауларынан шығып, бір-бірін жалаң қолдарымен өлтіре бастады. Алаңдатарлық жайт. Фактіден кейін сыналған тірі де, өлі де көптеген субъектілердің қару жарақ шабуылдарына тән жаралары болған. D сыныбының бірде-бір қызметкері қаруланбаған және жараларды қарапайым саусақтармен тістерден алу мүмкін емес сияқты. Жазу құрылғыларының одан да көп ығысуы орын алды. Ал кейбіреулері сынақтан кейін мүлдем жоқ болды. Алынған жазбалар жарылыстан зардап шеккендерге одан да ауыр жағдай туғызды. Аман қалу және оларды қайта тыңдау бақытына ие болды. Бірақ бұл бәрі емес. 50 метр қашықтықтағы махаббат 1 сағаттан астам уақытқа созылатын қатты дүрбелең шабуылдарын бастан өткерді. Бақылаушы зерттеушілер 25-ші қуат деңгейінің белгілерінің біршама жұмсақ нұсқасы ретінде сипаттауға болатын нәрсені бастан кешірді. Олар галлюцинация, көздің бұрышындағы заттардың қозғалысы, дауыстарды есту, паранойяның күшеюі және қорқыныш сезімі туралы хабарлады. Тіпті кейбір полтергейстік белсенділік объектілер өздігінен қозғалатындай болып жазылған. Физикалық аймаққа ұзақ әсер ету одан да айқын көрінеді. Қашықтық өлшегіштер жарылыс болған жердің эпицентріндегі тұрақты кеңістіктік бұрмалану деңгейін көрсетеді. Зерттеуші файлдың осы бөліміне ескертпелер қосты салдары барған сайын аз бақыланады. SCP-923 оның максималды қуаты 238 екенін хабарлады. Оның түсіру режимі кетер деп аталады. Оның не істеп жатқанын көрейік. Бірақ кетер деңгейінің қуаты оны өңдеу үшін тым үлкен болып шықты және сынақ журналына жазу ұсыныстан басталады. Бір рет өте ұсынылмайды. Немесе әлі де осындай қуатты пайдаланыңыз. Жарылыс 2 шақырым радиустағы әрбір субъектіде қайтымсыз психозды тудырды. Оның ішінде кетер деңгейіндегі жарылыс радиусын елеусіз бағалаған бірқатар бақытсыз зерттеушілер. Қазіргі уақытта бұл жер SCP-дің екеуінің де тұрақты қорғауында. 923.02 жарылыстың ландшафтқа қайтымсыз әсеріне байланысты. Дүрбелең сезімі әлі де жүздеген метр қашықтықта сезіледі және орталыққа жеткілікті түрде жақындаған
кез келген адам толық психозды бастан кешіреді.